Балалар, саламатсыңдар ма? Отырыңдар. Қазақ тілі сабағын бастаймыз, балалар. Сабақты бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп алайық, иә? Бүгінгі сендерге сабаққа сәттілік тілеймін, барлығына жақсы баға тілеймін. Бар, кәнеки көтерілген айтамыз, кәнеки көршімізге жақсы тілек тілейміз, қолымызды аламыз. Тигран қолымды бере ғой. Өте жақсы. Кімде енді күліп тұрған смайлик бар балалар? Жақсы, көршімізге қарап күлеміз. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал енді кімде күннің сурет кәнеки, күннің смайлик? Айта ғой, Дашара. Жақсы баға тілеймін. Өте жақсы. Рухина? Жақсы баға. Өте жақсы. Тағы? Сатпақ. Жақсы, жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Көңіл күй көтерілсе, балалар, онда үй тапсырмасын жауап беріп кетейік. Үйге қандай тапсырма береді? Дұрыс айта ғой. Өте жақсы. көп нүктенің орнына керекті сөздерді қою керек, иә? Кәнеки бір мақалдан оқимыз. Елена баста. Асқар таудан алып бол. Жақсы. Абел. Апа күнде жарық бол. Жақсы. Кирилл. Абилай сондай асқар. Продолжение. Қалай болады? Қол құлағымен сынды деді, дұрыс па? Қалай болады, Тигран? Тау бұлағымен сәнді, көл құлағымен сәнді, құрағымен сәнді. Мәдина. Айғайын жерде ақыл аз. Жақсы балалар, өте жақсы. Үй тапсырмасы бәріміз орындап келдік. Барлығына жарайсыңдар деген баға қойылады. Бүгінгі жаңа сабаққа келеміз балалар. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы Мұқағали Мақатаев. Мен саулықпын. Мен саулықпын өлеңін бүгін сендер оқимыз, тыңдаймыз және сол бойынша жұмыстар жасаймыз. Орынды қолдана білу. Бүгінгі бұл сабағымыздың мақсаты. Реттік сан есімдерді қайталаймыз, жинақтық сан есімдерді жаттығулар орындау арқылы қайталайтын боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын әдеттегідей бүгінгі жаңа сөздермен танысып кетеміз балалар. Бүгінгі жаңа сөздер. Оқимыз, Даша оқи ғой. Тауықпын. Өте жақсы. Взрослел. Ержеткенмін. Қайталай. Ержеткенмін. 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 Жақсы. Жаратылғам. Бар қарай. Бүркеніп. Повторить. Бүркеніп. Қайтала. Санжар. Искры молнии. Жай отыр. Қайтала. Жай отыр. Руфина. Есік кәліде. Руслан оқы. Жел тиді. Жақсы. Бұл балалар бүгінгі жаңа сөзіміз. Сөздік дәптерлерді ашып, дәптерге жазып аламыз сөздік дәптерлеріне. Және сонымен бірге міндетті түрде үйде жаттаймыз. Сөздік дәптерді ашамыз.
Столымызды қойып, ойымызды тырыстап отырамыз, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Сабақтың келесі бөліміне өтеміз. Келесі байланысты қазір Мұқағали Мақатаевтың «Мен таулықпын» өлеңін тыңдаймыз. Мен тау дейтін алып жүрек анатуға, мен таулықпын таудан бет жаратылған, киіктің сүтін еміп ер жеткенмін қуат аттағанның қанатынан. Мен таулықпын таудан жаратылған, бұлт бүргенін жайылдым алатуғам, күн алғашқы сәулесін маған шашып, маған келіп дүниеді қаратынан. Тау менің дәубесігім, мен оның әуресімін, сәулесімін, асқар шыңдар жетпейді бесігімді, бір орамын ағытып сәлдесімен. Мен таулықпын, таудан бет жаратылған, тау деген ана туған дара тұлғам, тауға барып көкке шығып кетсем екен, ұстап алып тұранның қанатынан. Авторы кім екен? Мақатаев. Ақиық ұлы ақындарымыздың бірі Мұқағали Мақатаев. Үйде тағы да өздерің міндетті түрде мәнерлеп оқыңдар, жарайды ма? Ал енді біз сендермен қазір таулар деген тақырыпты кең көлемде өтіп жатырмыз, иә? Қандай таулар бар еді? Есімізге түсірейікші. Қандай таулар екен? Тау, тянь-шань таулары бар. Тағы. Қандай тау туралы өттік біз? Оңбетпесі, Леша. Тарбағатай тауын өттік, иә? Балалар, тауға шығып көргендері бар ма? Иә. Неке қарандар, әдемі таудың көрінісі тұр, иә? Кім тауға шығып көрді? Так, Айкен шығып көрді, Дана шығып көрді тауға. Дана, айта қойшы, сен тауға шыққанда қандай сезімде болдың? Тауға шыққан өте ұнады, иә, саған? Жақсы. Нұралхан, сен тауға шығып көрдің бе? Қандай сезімге болдың? Таза ауа. Ауасы өте таза екен. Жақсы. Отырады. Жаратылған тау ұлымын деген сөздерді қалай түсінесіңдер? Мұқағалидің қазір өлеңін тыңдаған кезде, сондай тіркестер кездесті, мен таулықпын дейді. Айкен, қалай түсіндің сен соларды? Біздің барлық ата-бабамыз тауда туылған, өскен, біз де олардың жолымен барғымыз келеді. Жақсы, өте жақсы. Қалай ойлайсыңдар, неліктен автор өзін таулықпын деп ойлайды, айтқан балалар? Неге мен таулықпын дейді автор? Және ойланамыз. Амир, сен айта қойшы кәнекей. Өйткені ол тауға туылған, тауда өскен. Жақсы. Жақсы. Балалар, ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Дәптерді ашып, оқуымызды жазыңдар. Жұмыс дәптерлерімізді ашамыз. Келесі тапсырма, балалар, тақтаға кәнекей бәріміз қараймыз. Келесі тапсырма. Тақтада екі жұмбақ берілген. Кім оқиды? Жоша, оқи ғой. Ашады, Үшеуінен байқасан, ұштысты нұр шашады. Бұл не екен? Бұл Қалай ойлайсыздар, балалар? Бұл не? Тағы бір рет оқып беремін. Үш көзі бар, қас қатар, кезек ашады. Үшеуінен байқасаң, үш түсті нұр шашады. Күнде біз оны кезіктіреміз. Үш көзі бар. Әделя, ол не екен? Бұл бағдаршам. Ол бағдаршам екен, балалар. Қызыл, сары, жасыл. Өте жақсы. Екінші жұмбақты оқимыз. Даша, оқы. Он екі көзі бар. Тықылдақ сөзі бар. Көз екі тілі бар. Алқы, кенел. Тағы да ойланамыз, кәнекей. Ойланамыз. Тағы да бір оқиық, кәнекей, ішімізден.
12 көзі бар. 12 көзі бар. Тықылдақ сөзі бар. Қос 2 тілі бар. Ал кәне біліп алыңыз. Ол не? Тағы. Кристина, ол не? Рузина? Құс. Қалай? Құс. Құс? Жоқ, құс емес. Ол сағат. Айтып тұр ол 12 көзі бар деп. Енді балалар келесі тапсырма. Жұмбақты 3 деген сан есімді кезіктіреді екенбіз. Екінші жұмбақтан Матвей сан есімдер. 12 дұрыс. Және тағы қандай сан есім бар? 2 дұрыс. 12 және 2 деген сан есімдеріміз бар екен балалар. Енді дәптерге балалар 3, 12 және 2 деген сан есімдерді реттік сан есімдерге айналдырып жазамыз. Реттік сан есімдер, еске түсіріп алайық. Реттік сан есімдер қандай сұраққа жауап береді? Жоқ, қанша емес? Нешінші дұрыс. Нешінші деген сұраққа жауап береді. Енді 3 сан есімді реттік сан есімге айналдырып дәптерге жазамыз. 3, 12 және 2 деген сөздерді сан есімдерді реттік сан есімге айналдырып жазыңдар. Болды ма? Оқимыз. Кім оқиды? Кім дайын? Тағыдан. 3-ші, 12-ші. Және 2-ші. Жақсы. Бәрімізге сондай ма? Жақсы. Ал енді осы жерде 3 деген сөзді жинақтық сан есімге айналдыруға болады ма балалар? Жинақтық. Қалай? 3. Жинақтық сан есім? 3 дұрыс. 12 болады ма? А 2-ше? 2 айналдыршы? 2 дұрыс. 2 жинақтық сан есімге жатады екен. Өте жақсы балалар. Жарайсыздар. Ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Шаршамадық па? Кәне кішкене ойымызды сергітіп алайық, шаршасақ. Қолдарым шаршамадық па? Балаларымыз тақтада көшкісіңдер ғой, Содан бері екен. Бір оқушы шығып тақтаға жаттықтырады, қалғандарымыз ауада істейміз. Келістік па? Мінекей, мына жерге 4 бұрышта 2 саусақ, дөңгелекке 1 саусағымызды қоямыз. Және тез жасауымыз керек біз. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Түсінікті ма? Тез кім жылдам жасайды екен. Қазір тақтаға, Санжар, сен тақтаға келе ғой. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Жарайсың, Санжар, отыра ғой. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Отыра ғой. Жарайсыңдар. Сырма, есте сақтау, диктанты. Бұл бізде жұптық жұмыс болады. Алдымен естеуіміз керек. Мына өлеңнен үзіндіні жаттаймыз. Қазір сендерге 3 минут уақыт беремін. Жаттап аламыз. Жаттап алғаннан кейін мен өлеңді жауып қоямын. Дәптерге есте сақтап дәптерге жазамыз. Келістік па? Кейін жазып болғаннан кейін бір-біріміздің дәптерлерімізді тексеріп бағалаймыз. Түсінікті ма? Ол бастаймыз онда. Қолдарыңызды алып, өлеңді
жазуға кірісеміз. Алдымен іштерінен бір қайталап алыңдар, одан кейін дәптерге жазамыз. Бөлдім. Дәл осы жұпқа бөлінген бойынша бір-бірімізге дәптерлерімізді береміз және бір-біріміздің жұмысымызды тексереміз қазір. Ашық па? Болып қой, бәріміз дәптерлерімізді алдық па бір-біріміздің? Мінекей сендерге өлеңнен үзінін аштым. Тексереміз. Тексереміз. Қатесін қалай жөндейтінімізді білеміз, балалар. Бұндай тапсырманы біз бірнеше рет орындаған болатынбыз алдына. Қате жазылған сөздің әріптің үстін сызып, үстіне дұрысын жазамыз. Қатесіз болса, 5 деген баға қойыңыздар. Қатесі болса. 1-2 қате болса 4 қоямыз. 3-4 қатесі болса 3 деген баға қоясыздар. 5 немесе одан да көп қате болса 2 деген бағаны қоямыз. 2 деген баға жоқ шығар деп ойлаймын, ме? Мынау бағалау тексерген. Қойдық па? Балалар, бағасын қойдық, қоям. 5 қол көтереміз. 5 кімде? Алексейге 5, Айкенге, Адиляда, Данада 5, Кириллда 5 өте жақсы, Матвей, Дашада және Нұралханда 5 қатесінде өте жақсы. Тигранда 5, жарайсыздар. 4 кімде? 4 па сенде Кирилл? 4 кімде? 4. Русланда 4 және Кириллда, Кристинада 4. 3 деген баға кімде? 3. Елена 3. Мен қоптығын. Амирда 3, Янада 3. 2 бар ма? 2 жоқ шығар. 2. Санжарда 2 болды ма? Сен қатес әріптері дұрыс жазбадың ба? Жарайды. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Ал енді балалар, кітапты ашамыз 37-ші бетті. Мен таулықпын деген өлеңді мәнерлеп өзіміз оқимыз. Балалар, бір-бір шумақтан кезекпен оқимыз. Қазір мен мына дөңгелекшені айналдырамын. Кімнің артына түседі, сол бала мәнерлеп оқиды. Бір шумақтан оқимыз, балалар. Даша, оқи ғой. Даша, оқы бірінші куплет. Алып жүрек қана туған, мен таулықпын, таудан мен жаратылғам. Киіктің сүтін еміп ережеткенмін, қуат алып қыранының қанатынан аған шашып, маған келіп түнейді қара тұман. Ауресімін, сәулесім, асқар шындар берет қойды, бесігімді бір орманын ағытып сәулесім. Үйге тапсырма, күнделікті ашамыз, үйге тапсырманы жазып аламыз. Үйге 7-ші тапсырма, 38-ші бет, 7-ші тапсырма. Тау баласымын деген тақырыпқа шағын әңгіме жазып келеміз. Әңгіме 5-6 сөйлемнен тұруы керек. 7-ші тапсырма. 38-ші бет, 7-ші тапсырма. Мен таулықпын деген тақырыпқа әңгіме жазамыз. Әңгіме 5-6 сөйлемнен тұруы керек. Түсінікті ма? 7. 38. Енді қайеке балы? Бері қараймыз бәріміз. Бағалаймыз балалар. Біз күнделікті сабақта бағалап жүргенде қанеке өз-өзімізді бағалайды.
Kım özüne qanday bağa koyады, саусақтарымыздың көмегімен 10 балдық жүйемен бағалаймыз. Кәнекей бәріміз саусағымызды 10 саусақ көрсетейікші бәрімізге. Мен айтамын, келісемін, келіспеймін деп. Так, Рустам, көтер баға қоямыз. Так, Леша 8 балл, жақсы, өте жақсы. Мен 9 балл қояр едім Лешаға. Бүгін өте белсенді қатысты. Русланға 7 балл, Руслан 6 балл қойылады. Бүгін сабаққа активно қатысып, кішкене бұдан да активно қатысуға тырысамыз. Айкен 10 балл жақсы, келісемін. Тигран 8 балл, келісемін, жақсы. Аделя 10 балл, өте жақсы. Тана 8 баллмен келісемін, дұрыс. Так, 8 балл, 7 балл қоямыз, Яна саған. Сабақты белсендірек қатысу керек бұдан да. Так, 7 балл, Кристина келісеміз, дұрыс. Өздерін бағаладыңдар, бір-біріңді, өзімізді. Так, жақсы. Санжар. Ертең жақсы дайындалып кел, жоғарғы бағаларымыз. Так, 6 балл келісеміз. Амелдің бағасы болмай отыр. Сабаққа дұрыс қатыспайды, Елена. Так, 6 балл, жадайды бүгін Еленаңды. 8, жақсы. Қанша? Так, 8 балл қояйды. Жақсы, дұрыс келісеміз. Жақсы, келісеміз. Сабақ ұнады ма, балалар? 10 балл қоямыз ба? Жақсы. Орнымыздан тұрамыз, кәнекей.